Құдайды мадақтай беріңіз. Иса оны бүкірейген әйелді көріп, қасына шақырды да, замандас, енді ауруыңыздан құтыласыз деп үстіне қолын қойды. Әйел сол сәтте-ақ бойын жазып түрегеліп, Құдайға мадақтау айта бастады. Луқа жазған ізгі хабар 13-ші тарау 13-ші аят. Осы әйел әдетте айналасындағыларға еш зияны жоқ, еленбейтін адам еді. Алайда ол Исаның құдіретімен сауығып, иесін мадақтай бастаған кезде, олар шыдамсызданып жақтырмады. Тіпті жаңағы әйелді ғибадатхананың сыртына лақтырып жібергісі келген еді. Егер сіз 18 жыл бойы бір созылмалы аурудан азап шегіп жүргенде, Иса сізді кенеттен сауықтырып жіберсе, не істеген болар едіңіз? Адамдар теледидар байқауында жүлдеге ие болу үшін қатты жанталасады. Ал спорт топтарының біреуі жеңсе, оның жанкүйерлері қуана шыңғырып, тіпті бейтаныс адамдарды да бас сала құшақтай бастайды. Осының барлығы әлемнің адамдарына кәдімгі нәрсе болып көрінеді. Ал Құдайдың өзгеге жасаған бір нәрсесіне байланысты аздап сезіміңізді білдіре қалсаңыз, олар сізді есі ауысқан адам деп санайды. Ал өлікті жылытудан гөрі фанатикті сауықтыру оңайрақ емес пе? Сонымен сіз не істемексіз? Сол әйелді істеңіз. Ол өзінің бастаған қарқынымен Құдайды мадақтаумен болды. Ал сыншылардың барлығын Исаға тапсырды. Әйел иесін мадақтап тұрған кезде, иесі шыншылдармен айқасты. Ол іс былай іске асты. Сіз Құдайды мадақтаған кезде, Құдай сіз үшін күреседі. Ол оның есімін дәріптеп жатқанда, оның періштелері ауруханадағы бөлмелеріңізге келеді, немесе қауіпті жағдайға түскен туысыңызды қорғап, я болмаса алдыңызда жүріп, есіктерді ашып береді. Егер адамдар сіздің жаңаша өмір сүру салтыңызды жақтырмаса, бұл олардың мәселесі. Олар сіз сияқты адамдар жайында үнемі сын айтады. Тіпті жуынып жатқанда, Құдайды мадақтаған кезде де үйіңіздегі адамдардың бірі сын айтуы мүмкін. Жұмыста тамақ ішер алдында Құдайға шүкірлік айтқаныңыз үшін адамдар сізді мазақтауы мүмкін. Осындай нәрселерді көңіліңізге алмай-ақ қойыңыз. Айналаңыздағы шуды елемей, Құдайды мадақтай беріңіз.